Актер Сергей Жугунов сүйіктісі Вера мен «Моя прекрасная няня» телесериалының түсірілімі басталмай тұрып бақытты болады. Сериал түсірілімі басталғаннан кейін Анастасия Заворотнюкпен көңіл жарастырып, құпия түрде жүре бастайды. Кейіннен жары Вераны тастап кетеді. Тек алысқа бармай араға уақыт салып алғашқы еліне қайтып келеді. Ал жары Вера оны кешіріп екеуі қайта Ақаш бөліміне барып некелерін қияды. Ресейдің ең романтикаға толы жұбы болып саналатын Анжелика Варум мен Леонид Агутиннің де шаңырағы шайқала жазылған болатын. Новая волна фестивалінде белгісіз қысы құшарлана сүйіп тұрған жұбайын көрген Анжелика юрмаладан кетіп қалады. Ал Агутин мырза қатесін бірден түсініп, жарының артынан кешірім сұрауға бірден аттанады. Мэтью Бродерик пен Сара Джессика Паркер жұбына 20 жыл толса да, 2008 жылы актер Мэтью жұбайына опасыздық жасаған. Мұнысымен тіпті бұқаралық ақпарат құралдарының көзіне ілініп қалған. Десе де араға 2 ай салып жұп қайта бірге тұра бастайды. Сара өз жарын кешіреді. Ал Хиллари Клинтон мен Билл Клинтон жұбының оқиғалары талайдың есінде. Жас стажер қызбен көңіл жарастырды деген айып тағылған ақш-тың бұрынғы президентінің алдымен жұбайы қорғаған еді. Тек кейіннен келтірілген түрлі дәйектерден кейін оның опасыздығы дәлелденді. Тек жұп әлсіз